Бұл жігіт бір тездері әлем чемпионатының финалында гол соққан болатын. Погба өз командасын ондаған жылда алғаш рет чемпиондар лигасының финалына шығарып, тарихтағы ең қымбат футболшылар қатарында көш бастады. Ал қазір ол допинг үшін дисквалификациядан кейін кәсіби футболды ұзақ уақытқа ұмытуға мәжбүр болған масқараланған ойыншы. Тіпті БТСті қайта тексерілгеннен кейін осы Погба допинг қабылдағаны рас болып шықты. Футболдан 4 жылға шеттетілген болатын. Поль Погба туралы сіздерге айтып кетейін. Погба Францияда Гвинеядан шыққан отбасыда дүниеге келген. 13 жасында ол Торси үшін ойнап бірден команда капитаны атанды. Кейін болса Le Havre клубына өтті. Тіпті бала кезінде ол таланты да лидерлік қабілетінен де анық көрсетілді. Бұл қасиеттерін Манчестер Юнайтед байқап 16 жасында оны клуб академиясына қабылдады. 3 жыл бойы ол жастар құрамында ойнады, бірақ осы аралықта сэр Алекс Фергюсонның қол астында негізі құрамында 7 матч өткізіп үлгерді. Алайда 19 жасқа келгенде Погба өз мүмкіндігін күтуден шаршады. Ол үлкен футболда ойнағысы келді, сондықтан келісім шартты ұзартпады және Ювентусқа кетті. Фергюсон кейін Погба клубқа құрметсіздік көрсетті деп айтқан еді, бірақ тарих көрсеткендей бұл Юнайтедте 4 жылдан кейін осы қайтару үшін рекордтық ақша төлеуде кедергі болмады. Погбаны қайтарып алғысы келді. Ал шын мәнінде Погба Ювентуста көрсеткен ойынға қарасаңыз, олардың неде бұлай жасағанын түсіну қиын емес. Ол тез арада команданың лидері болып қалыптасты. Алғашқы маусымдағы Наполиде гол соғып клубқа серия чемпиондығын алып берді және ұлттық құрамада өзінің керемет деңгейін көрсетті. Ұлттық құрамаға шақырылды. Ұлттық құраманың үздік ойыншыларының бірі болды. Погба серияның үздік ассистенті атанды. Еуропаның символикалық құрамына енді, ал Франция құрамасымен бірге Еуро 2016 финалына дейін жетті. 23 жасында осындай деңгей көрсетті. Өкінішке орай енді Еуро финалында Португалия ұлттық құрамасына жеңіліп қалған болатын. Осындай керемет деңгейлерден кейін 2016 жылы Манчестер Юнайтед оны 105 миллион еуроға қайтарды. Ол кезде бұл абсолютті рекорд еді. Планетадағы ең қымбат ойыншы, бірақ дәл осы тұста басқа оқиға басталды. Ағылшын баспасөзі оны бәрі үшін сынады. Шаш үлгісі, биі, инстаграмдағы суреттері, демалысы, голдан кейінгі қимылы бәрі сынға алынды. Бұрын оның харизмасының бір бөлігі болған дүниелер енді оған қарсы жұмыс істей бастады. Бірақ барлық негативке қарамастан Погбаның Манчестер Юнайтедтегі алғашқы маусымы шынымен де жақсы өтті. Ол Лига кубогының финалында командасын шығарып, жартылай финалда гол соқты және клубпен алғашқы трофейін жеңіп алды. Сол маусымда ол Еуропа лигасында да басты рөл атқарды. Аякс қақпасына финалда гол соғып, Юнайтедте 9 жылдағы алғашқы Еурокубокта алып берді және айтпақшы соңғысы әлі күнге дейін. Алайда келесі маусымда оның Жозе Мауриньомен жанжалы басталды және осы сәттен бастап бәрі құлдырай түсті. Травмалар, қақтығыстар, тұрақсыздықтық және бәрі қатар келді. Соған қарамастан оның данышпандылығы жарқырай түсті және дербилерде Манчестер Ситиге қарсы голдарды салып өзінің топ формасын көрсетті. Погба бір ойында 4 ассист берген алғашқы ойыншы ағылшын премьер лигасында. ПРФ жылдың құрамына ену 2018-19 жылғы. Бірақ жанкерлерде баспасөзде әлде риза болмады. Бәрі осындай қаражатқа ол клубта қайта шыңға шығарады деп күтті. Бірақ Юнайтед бәрібір бұрынғы деңгейіне оралмады. Соған қарамастан Франция құрамында ол кім екенін қайта дәлелдеді. 2018 жылғы әлем чемпионатының жеңіп алды. Жалпы бұл жерде Хорватияға қарсы голын қарасаңыздар, ойбай-ай, және Франция еңбек сіңірген ойыншы атанды. Бірақ өкінішке қарай бұл тек уақытша жарқыл болды. Клубтағы проблемалар жалғасты. Жарақаттар, қысым, сын. Ол Еуро 2020 оған жаңа тыныс береді деп үміттенді және Швейцарияға қарсы феноменді матч өткізді және бұл ойындағы голдарын естеріңізге сала кетейін. Мына жерде шедевр гол болды Погбаның. Бірақ бұл жерде 1-8-де ұшып кетті. Содан кейін тыныштық. Юнайтедпен келісім шартты аяқталуға жақындады және 2022 жылдың жазында Погба оны ұзартпауға шешім қабылдады. Ол Англиядан мәңгілікке кетуге дайын еді. Ол кезде оның жасы 29-да. Ол әлем чемпионы және еркін агент. Ал оның алдында таңдау тұрды. Шын жүректен жақсы көрген Ювентуске оралу немесе мансабын бәрі басталған жерде аяқтау. Біз бәріміз оның қандай таңдау жасағанын көрдік. Париж жоқ. Ол Ювентуске қайта оралды. Бірақ бұл оның өміріндегі ең сәтсіз шешімдердің бірі болуы мүмкін еді. Өйткені осыдан кейін шынайы кошмар басталды.
Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 2 аптадан кейін Погба жарақат алғаны мәлім болды. Алғашында ол бірнеше айға ғана қалпында келеді, оралады деп ойлаған едік, бірақ кейін ота жасалды және ол қажетті 7 айға кетті. Бұл жарақатына байланысты 2022 жылғы әлем чемпионатына қатыса алмады және Франциямен тағы бір финалға шығу мүмкіндігін жіберіп алды. Бұл жағдайдан да жаманы болады ма дерсіз, бұдан да жаман нәрсе болды. Емделіп жүрген кезінде оған қарсы туған бауыры шықты, өз туған ағасы Матиас. Белгілі болғандай, ол және олардың ортақ досы Погбадан 13 миллион евро бопсаламақ болған. Тіпті Пол Погба мойындағандай, олар оны Ювентустегі жаттығу кезінде қорқытқан. Мұның бәрі оны соншалықты күйзелтті. Ол футболды тастап кетуді шындап ойлаған. Сосын ағасы видео жариялап Погбаны дуадершілікпен айналысты деп айыптады. Яғни Мбаппені қарғап өзі Франция құрамасының жұлдызды болу үшін бақсыға барған деп мәлімдеді. Оны сатқын 200 деп атады. Мені тұншықтырғысы келді, түрмеге жапқысы келді деп айтты. Бұл Happy End сериал сияқты нағыз драма еді. Параллель түрде жарақаттар да жалғасты. Ол тек 2023 жылдың ақпанында алаңға оралды. Ал наурызда жаңа жарақат. Мамырда алғашқы старттағы матчы және 23 минуттан кейін қайтадан алаңнан кету. Қорытындысы бүкіл маусымда бар болғаны 61 минут қана, тіпті 2 толық матчта ойнамаған. Келесі маусымда ол таза парақтан бастамақ болды, бірақ 2 матчтан кейін ол тағы да жарақат, шаршау, үзіліс, сосын оған шөппен емделіп артқа қайтаратын нәрсе емес, ең ауыр соққы тиді. 2023 жылдың 15 қыркүйегінде Погба допинг тесті оң нәтиже көрсеткен үшін футболдан шеттетілді. Оның ағзасынан тестостерон деңгейі жоғары болғаны анықталды, әрі тест матчтан кейін алынған. Погба бұл ойында алаңға да шықпаған еді. Қайта тексерілді, нәтиже өзгерген жоқ. Итальяндық антидопинг агенттігі шешім қабылдады, яғни 4 жылдық дисквалификация. Яғни ол тек 2027 жылға қарай ғана оралуы мүмкін еді. Погба әрине мұның бәрін жоққа шығарды. Ешқашан әдейі ештеңе қабылдамаған, мұның тек қателік екенін айтты. Ешқашан әдейі ештеңе қабылдамаған, мұның қателік екенін айтып барына жар салды барлық жерде. Сес оған тыйым мерзімін қысқартып, дисквалификацияны 18 айға төмендетті. 2023 жылдың 11 қыркүйегінен бастап есептелінеді. Дисквалификация аяқталған соң Погба Монакомен 2 жылдық келісім шартқа қол қойды. Туған чемпионатына қайта оралуды таңдады. Сауд Арабиясы мен ақштан түскен ұсыныстарды қабылдамай өткен маусымда Лига 1-де 3-ші болып аяқтаған клубты таңдады. Алайда алғашқы матчының алдында ол сан бұлшықетін жарақаттап алды. Оның алаңға оралуы кейінге шегерілді, ал команда оның толықтай дайын болуын сабырмен күтіп отыр. Қазіргі таңда Погба әлі де жарақаттан қалпына келу үстінде. Ол белсенді жаттығып алдағы айларда алаңға оралуға дайындалып жатыр. Кешкеніне қарамастан клубта жанкелер де оны қайта оралып Монакоға пайда әкелетініне сенімді болып отыр. Пол Погбаның карьерасы көтерілістер мен құлдыраулардың тізбегі. Әлем чемпионатына атанудан бастап үлкен трофейлерге жарақаттардан басталып дисквалификацияға дейін барған ауыр жол. Ол кез келген спортшыны сындыра алатын бәрін бастан өттерді. Физикалық ауыр сыну, медиа қысымы және өзіне деген сенімсіздік. Оның тарихи ескерту болып қала ма, әлде құлағаннан кейін қайта көтерілуге болатын дәлелдейтін үлгі бола ма, оны уақыт көрсетеді. Және қазіргі таңда Пол Погба мансабын аяқтамайтындай шығар, және жоқ дегенде 2 маусым өткізеді деген ойдамыз. Достар, біздің телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде енді күнделікті футбол ақпараттары, жаңалықтары, барлығы ойындардың тікелей эфирлері осы жерде болады. Комментарияда сілтеме қойып қойдым, осы жерге ерінбестен кіріңіздер. Ал достар, бүгінгі видеомыз осы. Арнаға жазылып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Футбол әрқашан бірінші орында.